Облыс орталығында коммуналдық мекемелер, жергілікті атқарушы органдары және пәтер иелері кооперативтері өкілдерінің қатысуымен жиын болып өтті. Жиында пәтер иелері кооперативтерінің мәселелі сұрақтары талқыланды. Инна Маслова, Арман Черемушки пәтер иелері кооперативтерінің төрайымы бір жыл бұрын тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы аясында жауапты мекемелерге жөндеу жүргізген. Үй жанында орналасқан жылыту құбырларынан ағатын су үйдің іргетасын бүлдіріп отырғандығын айтып отыр. Утепление труб вдоль дома. Бір жыл бұрын жұмыстарын жүргіздік. Құбырдағы судың кесірінен зардап шегіп отырмыз, ал жауапты мекеме құбырларды ауыстыруға қаражат жоқ деп отыр. Жиын барысында жылу желілеріне байланысты 10 шақты сұрақ қойылды. Олардың дені жылу деңгейінің дұрыс сақталмауына байланысты. Сонымен қатар су, жарық, ауланы абаттандыруға қатысты бірқатар сұрақтар қойылды. Жауапты мекеме өкілдері қойылған сұрақтарға барынша жауаптарын берді. Қалған мәселелерді үйлерге шығу арқылы қарастыратын болды. Состояние жилого фонда Қала әкімі Марат Тасмағамбетовтің басшылығымен пәтер иелері кооперативтері кеңесі құрылды. Кеңес пәтер иелері кооперативтері өкілдері мен коммуналдық мекемелер жергілікті атқарушы органдар арасында туындайтын мәселелі сұрақтарды шешуде қарастыратын болады. Бүгінгі кеңестегі басты сұрақтарда назарға алынатын болады. Пәтер иелері кооперативтерінің кездесуімен өткен бұл екінші жиын. Қаланың басқа да аудандарында тағы да 2 кездесу ұйымдастыру жоспарланып отыр.